Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2020 жылы жарық көрген Жабық жерде атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Жаңа туылған сәбиді аман алып қалу үшін тырысып тұрған дәрігерлерді көреміз. Мына жақта анасы Құдайға жалынып жатқанда, оны арбаға отырғызып баласына әкеледі. Шақалақ тірі қалыпты. Оны көрген анасы, ол өмір сүре ма деп жылап қарайды. Сәбидің кішкентайлығынан уақытылы туылмағанын түсінеміз. Содан 17 жыл өтіп, қызы Хлоя өсіп қалады. Бірақ бірнеше ауруларға шалдыққан ол дәрілерін ішіп, майларын жағып, қанның қантын тексеріп, уколдарын салып жүреді. Анасы оған тамағын дайындап, үйде сабақ орында деп кітаптарды тастап кетеді. Қаладан алыстау жерде тұрып, қызын мектепке бермей, үйде сабақтарын істеткізіп, сыртқа онша көп шығармайды, тіпті ешкіммен араластырмайды. Ал қыз аурумын деп анасының айтқандарымен келісіп, барлығын үйде орындап жүреді. Анасы мен қызы бір-бірлерін жақсы көреді. Хлоя университетке түскісі кеп арыз берген ол сол жерден жауапты асыға күтіп жүреді. Пошташы келгенде тез жүріп келсе, анасы хаттарды алып, оған көрсетіп, егер оқудан келсе, мен саған бірден айтамын дейді. Ауласында қызанақ секілді жемістерді өсіргенін байқаймыз. Сөйтіп әдеттегідей сабағын орындап отқанда, анасы дүкеннен сөмкелерін көтеріп келіп, үстелге қойғанда, оған дәрігер қоңырау соғып, сөйлесуге сыртқа шығып кетеді. Диабеті бар Хлоя тез сөмкенің ішінен кәмпиттерді ұрлап, арбасына тағып жатып, бір жасыл дәріні байқап қалады. Сыртында Диана деп жазылғанын көріп, бұл анам үшін бе деп таң қалады. Жатарда анасы дәрігер басқа дәрі жазып берді деп қызы көрген жасыл дәріні береді. Хлоя, бұл сенікі деп ойладым, себебі шоколадты аламын деп ақтарып жатып, соны байқадым, сенің атың жазылып тұрды десе, ол чек, оны сыртына жабыстырып қойған дейді. Мұғалім болып істейтін Диана ертең басқа ұстаздың орнына шығатынын айтып кетеді. Ертесіне қолындағы бірнеше дәрілерге қарап, бірдеңе болып жатыр деп ойлап, анасынан күдіктеніп, сезіктеніп, оларды ішпейді. Үйде отырып, робототехникамен айналысатын Хлоя өзінің жасаған бір құрылғысымен дәрілер тұрған жерден әлгі жасыл дәрінің құтысын алуға кіріседі. Ақырын оны ұстап алады. Хлоя дәріге қарап, тригоксин деген жазуымен өзінің атын оқиды. Кейін қарап ойланып отырып, қағаздың астын жаймен ашып көреді. Астында анасының аты жазылып тұрады. Кешке анасы тағы дәріні әкеп береді. Қыз оны ішіп алып, анасы кеткенде дәріні жұтпағанын көреміз. Түнде анасы ұйықтап қалғанда, ол жаймен есіп қоймасын деп, төменге түсіргішке жайғасып, астына түседі. Анасының компьютеріне отырып, интернеттен әлгі дәріні іздемек болады. Бірақ интернет ұстамайды. Неге жоқ деп отқанда, ар жағында анасының бейнесі көрінеді. Оянған қыз ойланып, күндегі тірлігіне кірісетін кезде, астында анасы интернет операторларына айқайлап, қашанға дейін болмайды деп сөйлеп жатады. Айдың соңына дейін болмайтынын айтады. Анасының сыртта жемістерге су құйып жүргенін көрген ол, дәрі жайлы ақпаратты дәріханалардан білмек боп қоңырау соғады. Телефон нөмірі көрінген қызметші, Диана, сенсің бе деп анасын айтқанда, тез тұтқаны қоя салады. Кейін әйтеуір бір танымайтын нөмірді теріп хабарласып, мен жетіммін деп өтініп, тригоксин туралы интернеттен қарап беруін сұрайды. Ол теріп қарап, жүрек ауруларына арналғанын айтады. Түсі қандай десе, оның кішкентай қызыл дәрі екенін айтқанда, Хлоя жаман болып қалады. Содан анасымен тамақтанып отырып, анасына білдірмей, киноға соңғы рет қашан бардық деп кино көруге жиналады. Ол тығып қойған дәрісін алып жолға шығады. Кинотеатрға келгенде айналасындағы дүкендерге көз салып, дәріхананы көреді. Кино көріп ойланып отқан Хлоя, мен дәретханаға барғым кеп жатыр деп анасын алдап сыртқа шығады. Тез асығып дәріханаға кіріп, ұзын кезекті көріп, мені кезектен тыс жібересіз бе деп сұранады. Оның мүгедек екенін көрген кісі рұқсат береді. Қызметкерді танитын Хлоя, маған мына дәріні біліп беріңізші деп, анамның атына жазылған дейді. Әйтеуір әйелді айтуға көндіргендей болады. Сонда жанында орналасқан ветеринариялық дәріхананың компьютерлік ақпарат базалары бір болғандықтан, бұл итке беретін дәрі деп қызды таң қалдырып, ол иттің бұлшықеттерімен табанының ауырсынуын басады деген секілді дәрінің қызметін оқып отқанда, Хлояның анасы кеп қалады. Егер дәріні адамға берсе не болады десе, аяқ жансызданып қалуы мүмкін дегенде, Хлояның демалысы қиындап, демікпесі қозады. Что с тобой, Хлоя?
Қызметкерге шелек пен мұз әкеліңіз десе, кезектегілерге арырақ тұрсаңыздар бола ма деп оларды шығарғандай болып, қызына бәрі жақсы болады деп ешкім жоқта аяғына укол салып есінен тандырады. Оянған Хлоя пердені ашып, анасы тамағын дайындап қойыпты. Арбаға отырып есікті аша алмайды. Оны құлттап кеткен екен. Анашым, сондасыз ба, сөйлесейік деп айқайлап көреді, бірақ жауап болмайды. Терезеден көліктің жоқ екенін көріп, өзінің бір темірлерін тауып, сонымен есікті шұқылап ашып алады. Есікті тарса ашылмайды. Сөйтсе артынан ағашпен байлап кетіпті. Кейін терезені ашып, сыртқа қарап, өзінің бөлмесіне қарама-қарсы бөлменің терезесіне бармақ болады. Сөйтіп тамақты жеп алып, тоқ ұзартқыштарды бір-біріне жалғап, суды аузына толтырып, терезеден шығады. Жаймен жылжып, бар күшін салып, суын төгіп алмау үшін тырысып келеді. Солай терезеге жеткенде дәнекерлеушіні тоққа қосып, қыздырып алады. Қызып тұрған оны терезеге басып ұстап тұрғанда терезе шытынай бастайды. Сәл ұстап, кейін аузындағы суды шашып жібергенде әйнек толығымен сынып түседі. Киімін төсеп ішке қарай кіреді. Қуанып жатқанда демікпесі ұстап қалып, демалуы қиындай кетеді. Ингаляторы қалтасында болмай, алға жорғалап бөлмесіне жетуге тырысады. Содан төменге түсу үшін түсіргішке келгенде батырманы басса істемейді, оның тоқтарын қиып кетіпті. Арбасын амал жоқ астына тастап жіберіп, соған қарап тұрғанда темір майысып, өзі де домалап құлайды. Басы жараланып жатады. Қан болған қолдарына қарап, сосын аяғының саусағы қимылдағанын көріп, қуанғаннан көзі жасаурайды. Орнынан әрең тұрып, арбасына отырып, сыртқа шығып қаша кетеді. Ал мына жақта анасы ойланып келе жатады. Қыз да жолмен жүріп, көлікті байқап тез тығылады. Пошта көлігі екенін көрген ол жолға қарай шығып, оны қағып кете жаздайды. Хлояны танитын пошташы Том Хлоя деп таңғалып қарайды. Мені құтқарыңыз дейді қыз. Оны отырғызатын кезде анасының көлігі көрініп, оны тез тығып осында отыр деп кетеді. Оларды көрген Диана онымен бәрі жақсы ма деп Хлояға бармақшы болады. Бірақ қызға сенген Том анасын жібермейді. Сонда Диана дәрігер 4 күн алдын оның дәрісін ауыстырды. Содан бастап Хлояның басымен бірдеңе болып жатыр. Өз қызыма зиян келтіреді деп ойлайсыз ба деп сендіруге тырысып қызына барғысы кеп тұрады. Бірақ Том Хлояны нашар күйде тапқанын айтып, оған жібермейтінін түсіндіргендей болады. Болмаған соң Диана онда арттарыңыздан ауруханаға бірге еріп барайын деп келіседі. Хлояға Том аурухана ма, полиция ма десе, қыз полицияға апаруын айтып қуанады. Ал анасы багажды ашып, дәрілер сөмкесін ақтарады. Пистолетті көреміз. Содан қызды көлікке отырғызып шыққанда, анасы Томның мойнынан укол салып талдырады. Қыз қорқып ештеңе істей алмай отырады. Сөйтіп Хлоя есін жиып айналасына қарайды. Оны жертөлеге қамап тастапты. Қоқыстағы папкаға көзі түсіп, алып қараса, оқуға шақыру хаты екен. Осы уақытқа дейін анасы оған оқудан хат келмеді деп алдағанын түсінген қыз ашуланады. Ал анасы болса өлген Томды сүйреп кеткенін көреміз. Сөрелердегі қораптарды көріп, Диана деген жазуды байқап, соған бармақшы болғанда, арбасын шыншырлап қойған екен. Ары қарай жорғалап, қорапты алып, ішіндегісін қарауға кіріседі. Суреттерді көріп, кейін өзінің фотосын тауып, Хлояның туған күні деп жазылғанды оқиды. Қағаз аяғын жауып тұрғанын көрген ол қағазды алып тастап біртүрлі болып қалады. Яғни суретте аяғы сау болады. Қағаздарды ақтара өлді деген справканы тауып, Хлоя 2002 жылы 30 қаңтарда туылып, сол күні қайтыс болды дегенді оқиды. Тағы ақтара келе 2002 жылы 1 ақпанда ауруханадан сәби ұрланды. Ұрлаушы әлі табылмады дегенді көреді. Хлоя түсінгендей болады. Фильмнің басында көрсетілгендей, Диананың баласы нашар халде жатып, оның өліп кеткенін, кейін сәбилер жатқан бөлмеге қарап тұрғанын көреміз. Қатты стресс алған әйел сол жерден Хлояны ұрлағанын түсінеміз. Қыздың көзі жасқа толады. Қызды біліп және тауып қоймау үшін оны әдейі мүгедек қылып ұстап жүргенін білеміз. Кейін анасы төмен түсіп, оның суретті көргенін байқайды. Сен менің туған анам емессің дегенде, туған анаңмын деп бой бермей тұрады. Олар кім деп газеттегі адамдарды айтса, олар біз үшін маңызды емес дегенде, сен олардан мені айырдың деп жатқанда, мен сені олардан құтқардым деп айқайлап кетеді анасы. Оған жақындап, менен артық сені ешкім жақсы көрмейді. Барлығын сен үшін жасап жатырмын деп сендіруге тырысады. Мен шынымен ауру емеспін ба, жүре алатын едім ба десе, сен ауырдың, сені сақтап қорғап
қарап жүрдім дейді. Қалтасынан дәрілерді алып, оларды төгіп, бұның бәрін ұмытып, жаңадан бастайық деп қолын созып келіспек болады. Қыз бұлардың бәрі мен үшін емес, өзің үшін жасадың деп бетіне басады. Ашуланған анасы келесі бөлмеден медициналық құрылғыны тартып шығарып, еріткішті ыдысқа салып араластырады. Анашым, не істеп жатсың, жаман нәрсе жасама деп жалынып жылап отырады. Бірақ көнбеген Диана шприцке еріткішті тартып салмақ болады. Қызы жоқ деп өтініп жылжып қашып отырып, аппаратты алған бөлмеге кеп қалып, тез есікті жауып ішінен құлттап тастайды. Анасы жай сөйлеп, сен үшін бұл жақсы болатынын әлі түсініп тұрған жоқсың деп есікті ашқанын қалайды. Ал қыздың көзі жасқа толып отырып, сөрелердегі дәрілерді көреді. Тықырлап жатқанын естіген анасы кілтке кетеді. Ол кезде Хлоя органофосфат ағзаға түскенде бірден құтқару қызметіне қоңырау соғыңыз дегенді оқып дірілдеп отырады. Анасы кілтпен есікті ашып бергенде мен саған керекпін деп сұйықтықты жұта кетеді. Диана жоқ деп жақындайды. Хлоя қан құсып есінен танады. Ақыры амал жоқ, оны ауруханаға әкелгенін көреміз. Дәрігерлер оны аман алып қалыпты. Анасы оны суицид жасамақ болды деп әкелгенін, енді оны алып кетпек болғанда дәрігерлер суицид қайталанбас үшін онымен психолог сөйлесуі керек деп ескертеді. Содан қызы жатқан жерге кеп сыртынан қарап тұрғанда Хлоя қорқып ентіккендей терең демалып шошып жатады. Әзірге сөйлей алмайтын қыз қол астындағы көмекке шақыратын батырманы зорға дегенде басып, қасындағы медбикеге белгі береді. Ол жақындап не болды десе, Хлоя көзімен қалтасындағы қаламға қарап бірдеңе жазғысы келетінін жеткізеді. Оны түсінген дәрігер суицид жасамақ болғанын білетін ол сақтық үшін бере алмаймын деп бояйтын қаламды алып дәптерді береді. Әлі кеткен қыз қаламды ұстай алмай түсіріп алады. Бар күшімен қаламмен М әрпін жаза бастағанда көк белгі дабыл қағады. Яғни басқа жақтағы пациент ауыр жағдайда деп шақырады екен. Қазір келемін деп дәрігер шығып кетеді. Шошыған қыздың жүрек соғысы көтеріле бастап, кейін нөлге түседі. Сөйтсе анасы сымдарды жұлып алып, аузындағы шланганы шығарып, қарбалас кезде оны арбаға отырғызып, білдірмей алып кетеді. Әлсіз қыз ештеңе істей алмай, адамдардан жәрдем сұрағандай аузын шыбырлатып отырады. Лифтпен төмен түсіп, жылдам ғимараттан шығуға тырысып келеді. Ол кезде әлгі медбике кеп, ешкім қызды алып кетпегенін рациямен біліп, дәптерде ана деген жазуды оқып түсінгендей болады. Күзетке хабарланып, оларды іздейді. Ал Диана қаруын дайындап, арбаны итеріп келе береді. Төмен түсетін жерге кеп, эскалатор істемей түсе алмай, не істеуге болатынын қарап тұрғанда, Хлоя өзі армандаған университеттің атын байқап, бар күшін жинайды. Пандусты көрген Диана соған бару керек деп, арбаны бір-екі рет тартқанда қимылдата алмайды. Дірілдеп отқан қызының алдына кеп, жамылғыны ашып, аяғының қимылдағанын көреді. Яғни Хлоя аяғымен тіреп жібермей жатыр екен. Сен маған қажет емессің дейді анасына. Сол кезде күзетшілер де жетіп қалады. Біз үйге қайтамыз деп қарумен сермегенде, оның иығынан оқ атып жарылайды. Қыз мен анасы бір-біріне қарап, анасы төмен құлайды. Хлоя біртүрлі боп қимылсыз жатқан анасынан көз алмай қарап отырады. Сөйтіп арада 7 жыл өтеді. Түзету мекемесіне келген Хлоя өткізетін пункттен өзі тұрып, таяққа сүйеніп өтеді. Осылай оның жақсарып келе жатқанын көреміз. Кездесуде өзінің отбасы жайлы айтып отырады. Оның отбасылы, яғни тұрмыс құрғанын естиміз. Барлығы жақсы деген секілді сөздерді айтып отырады. Ол нашарлап төсекке таңылып қалған анасына айтып жатқанын көреміз. Кететін кезде Хлоя мен сені жақсы көремін деп аузынан оралған, уақытысында өзі берген иттің дәрісін бермек боп шығарып, аузыңды аш дейді. Яғни дәрілерді күзетшілерден тығып өткізіп, анасының қимылсыз күйде жатуына Хлоя кінәлі екен. Ол анасы сияқты енді өзінен дәрі беріп, оны ауру қылып жатқызып қойыпты. Кезінде қызынан айырылып, соны көтере алмаған ана басқа біреудің баласын ұрлап, өзінің қызындай жақсы көріп, бірақ білдірмеу үшін оны қолдан ауру қылып асырап келген ол соңында өз қызының күйін кешеді. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.